Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім. Сіздерге бүгін мен парафин жайлы айтатын боламын. Парафинді қалай дайындау керектігін және де балаға оны қалай қою керектігін мен сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен видеоны соңына дейін көрмей тұрып, маған тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді біріншіден мен айта өтейін, бұл парафинді не үшін біз қолданамыз? Яғни балаларда дисплазия диагнозы болатын болса, кровошея диагнозы болатын болса, О-образный, X-образный диагноздер болатын болса, осы парафинді біз қолданатын боламыз. Ең алдымен сіздерге түсіндіре кетейін. Мына жерде қоңыр парафин және де ақ парафинді көріп тұрсыздар, Енді біріншіден негізі парафин мынау бізде. Осы парафин, ақ парафин негізі ақ болады. Ал мыналар, бұлар негізі қоспаларда. Ақ парафин мен азогериттің қосындысы осылай болып шығады бізде. Негізінен ақ парафинді де қолдануға болады, бірақ оның пайдасы шамалы. Ал азогерит екеуін қолданатын болсақ, кәдімгідей күшті результат береді. Өте көп, мысалы үшін екеуінің қосындысынан көптеген витаминдер, жамбасқа қойған кезде де, кровошея кезде де өте жақсы әсерін береді. Ең алдымен біз бұны қалай дайындаймыз, соны мен айта кетейін. Ең алдымен мінекей, бізге мынандай банка керек болады, су қажет болады, мына парафин, мына азогерит екеуі қосылған парафин, мынау жеке өзі қосылған парафин. Енді біз бұл жерде ең алдымен парафиндерімізді мына банкаға салатын боламыз қазір. Қазір мына ақ парафиндерді салып қосып, екеуін араластырып қазір дайындайтын боламыз. Мінекей біз ақ парафинді де және қоңыр парафинді де салып, қазір мына суға салып, біз газге қойып қайнататын боламыз осыны қазір. Және де бізге мынандай пакет күленгі қажет болады. Қатты болу керек бұл. Қазір сіздерге не үшін қажет екен көрсететін боламын. Қазір мұнан біз газге қойып қайнатамыз. Мінекей газге қойдық. Қазір қайнап осы еру қажет. Енді бізге мынандай тарелкалар қажет болады. Бұлар не үшін деп ойлайтын шығарсыздар, яғни қалпына ендіріп алу үшін, парафинді қалпына келтіру үшін біз осындай тарелкалар қажет. Қазір парафин ергеннен кейін сұйық күйге айналады. Сұйық күйге айналғаннан кейін біз оларды осындай тарелкаға құйып, оның үшін бізге осындай қатты көленка қажет болады. Міне осылайынан қойып, біз парафиндерді, сұйық күйіндегі парафинді құятын боламыз. Қалпына ендіреміз. Мінекей қайнап жатыр. Мінекей еріп қалды. Енді осыны біз мына тарелкаларға құятын боламыз қазір. Мінекей осылай жамбасына лайықты қылып құйып аламыз. Енді бұны сыртқа шығарып қатыратын боламыз қазір. Мінекей парафиндеріміз дайын болып қалыпты. Енді бұны қалай білеміз дайын болғанын, осылай құйып алғаннан кейін бір 10 минут және де 15 минутта қатады сыртқа шығарып қойғаннан кейін. Ал енді дайын болған қалай білеміз, яғни қолымыздың, яғни саусағымызды тигізіп көреміз. Саусағымыздың тигізген кезде, мынандай сұқ көрген кезде, осы неден парафиннен су шықпаса, бұл дайын деген сөз. Міне екіншісінде тексеріп көреміз. Мінекей ешқандай су шығып жатқан жоқ. Мінекей енді және тағы бір әдісі, білегіңізді, яғни тексеріп көреміз, білегімізді қоямыз осылайынан. Егер білегіміз күймесе, яғни бұл дайын болды деген сөз. Мінекей екіншісінде осылай тексеріп көреміз. Міне біраз қоя тұрамыз. Бірінші бұлай қойған кезде бәрібір бұл, яғни сәл күйдіргендей болады. Бірақ осылай басып тұра берсек, сәл қызығаны сәл басылады. Сосын міне үйреншікті жағдай болып қалды. Міне тұра береді қолым.
күйіп жатқан жоқ. Мінекей, бұл дайын деген сөз. Осылайынан енді баланың жамбасына қоятын боламыз. Негізінде тағы бір айтып кететін жайт, көп сол егер сыртта біраз уақыт тұрып қалатын болса, яғни саусағымызды тигізген кезде біздің саусағымызды қыздырмаса, яғни бұл оның да пайдасы болмайды. Суып қалса да пайдасы болмайды, және де қатты күйдіретін болса да оның зияны бар. Сондықтан сіздер ажырата білу керексіздер. Сыртта бір 15 минутте ұстайсыздар, үйге кіргізгеннен кейін осылай саусағыңызды тигізіп көресіз. Егер де саусағыңызды тигізген кезде су шығатын болса, қайттан апарып сыртқа қойып қоясыздар, тағы 2-3 минутқа. Одан кейін көресіздер, көрген кезде сәл осылай білегіміз тигізіп қыздыратын болса, яғни күймейтін, қыздырады, бірақ күймейтін болса, ол дайын болды деген сөз. Соны ұмытпаңыздар. Мінекей, енді бұны баламның қазір жамбасына қоятын боламыз. Ол үшін былай памперс, обязательно памперс керек болады. Мінекей, памперстің қазір ішіне қоятын боламыз. Мінекей, осылайынан жамбасына қоямыз. Мұны бүйрегіне, төбе жағына кетіп қалмау керек. Даже барынша мұны осы несі тұсында тұру қажет. Мұны парафинді осылайынан жамбасына, жамбас тұсына қоятын боламыз. Мұны екі жамбасына. Мұна жамбасына да қойдым. Мінекей, мұна жамбасына осылай тура қоятын боласыздар. Бүйрегіне, мұны жоғары жағына тиіп кетпеу қажет. Даже барынша осы жамбасына тұрғаны жақсы. Сосын памперсті осылайынан қыстырып қоясыздар. Қатты қысып тұрады. Жаялықты осылайынан полный орап, аяғын қысып ұстап отыратын боласыздар. Мінекей. Осылайынан 10-15 минут тұру қажет. Содан кейін барып аласыздар. Алған кезде мұна жамбасы кәдімгідей қып-қызыл болу керек. Мінекей, 15 минут тұрды. Осылайын алып тастап, шалбарын кигізіп, қалың киіндіріп қоясыздар. Бұл негізі дисплазия кезінде қойдық. Баланың аяғы дисплазия, соған біз қойдық. Кровошея кезінде, X-образный, O-образный кезінде де осы парафинді қолдануға болады. Мінекей, парафиндерімізді тастамаймыз. Бұларды пайдалана беруге болады. Міне осылайынан алып, банкімізге салып, қайттан ерітіп, тағыда қолдана берулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет.